Автор Эльмира Туматаева, Самат, денсаулық сақтау, Дереккөз, денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің блог платформасы. Сәлеметсіз бе, Тамара Қасымқызы? Менің балам ақышқа оқуға бармақ. Ұлым оқуға түсейін деп жатқан жоғарғы оқу орнының талаптарының бірі менингококты екпенің болуы. Өкінішке орай, Қазақстанда аталмыш вакцинаны егетін емхана таба алмадық. Жеке клиникадан бөлек тұрғылықты жеріміздегі емханада да аталмыш екпенің егілмейтінін айттым. Енді біз оны қай жерден таба аламыз? Не болмаса қай медициналық мекеме аталмыш вакцинаның жоқтығы туралы анықтама бере алады? Рахмет. Құрметті Эльмира Самудинқызы, тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлем аясында Қазақстан Республикасы ұлттық профилактикалық екпе күнтізбесінде менингококк инфекциясына қарсы екпе салу қарастырылмаған. Бұрын аталмыш екпе жекеменшік клиникаларда ақылы түрде егілетін. Өкінішке орай, Қазақстанда менингококк вакцинасының тіркеу мерзімінің аяқталуына байланысты ол алынып тасталды. Сонымен қатар, еліміздегі медициналық мекемелер ұлыңызға менингококкты екпе жасамау себебін түсіндіретін анықтама бере алмайды. Өйткені денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің бұйрығымен мұндай анықтама түрін беру қарастырылмаған. Қазақстан ұлттық екпе күнтізбесінде міндетті түрде салынатын екпелер бар. Оның ішінде туберкулезге қарсы екпе, гепатитін А, Б түріне қарсы екпе, қызылшаға, дифтерияға, сіреспеге қарсы, паротитке қарсы, гемолитический ауруларға қарсы, пневмококкке қарсы екпелер бар. Олар міндетті түрде балалар да, ересек адамдар да алу керек. Ол жаңа туылған кезінен бастап салынады нәрестеге. Сол екпелердің арқасында ол аурулар, Қазақстан сол ауруларды жеңіп отыр.